Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге АСП, яғни мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті қалай үйде отырып онлайн жібереміз, сол жайлы видео түсіретін боламын. Ол үшін бізге егофқа кіріп аламыз. Кіру батырмасын басып, клиенттің ETSP-сын таңдаймыз. ETSP ключ арқылы кіріп, клиенттің қазір открыть аут арқылы қол қоямыз. Подписаться. Онлайн сұрау батырмасын басамыз. Осылай терезе ашылады бізге. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау. Өтініш берушінің аты жөні шығады мына жерде. Автоматически бірінші қадам. Мына жерде телефон номері барлығы шығып тұрады. Нақты тұрғылықты мекенжайыңыз таңдаңыз немесе көрсетіңіз дейді. Егер мына жерде автоматически өзі пропискада тұрған жеріңіз адрес барлығы шығып тұрады. Осыны белгілейміз. Егер басқа мекенжай таңдау керек болса, мына жерде астында басқа мекенжайды таңдау деп басып, өзгерген адресіңізді жазасыз. Өтініш берушіні тексеру дейміз енді. Өтініш беруші тексеру. Аты жөні шықты. Енді осы жерге отбасы мүшелерін қосу дейміз. Таныстым. Енді бұл жерде әр санат дейді. Санатты таңдаңыз дейді. Қасыңызға кімді тіркейсіз? Келіншегіңізді, мысалы, мектеп жасындағы бала дейді. 1 жастан 7 жасқа дейінгі балаңыз болса, соны тіркейсіз. Мына жесендерін жазасыз. Мына табыс сомасы дейді. Бізге ол балаға табыс сомасы керек емес. Және сақтау деген батырманы басып, үйімізде қанша адам бар, семьямызда, соларды басып, отбасы мүшесіне қосып шығамыз. Егер қате толтырып қойсаңыздар, мына жерде түзету деген бар. Қайтадан түзетуге болады. Жесен жазып шығасыз. Егер жұбайыңыз болса, студент, безработный дейді. Жұмыссыздық. Егер жұмыссыз болып тіркелген болса, безработный, зарегистрирован в ЦТМ деп тіркелмеген жұмыссыздар қатары, еңбек келісім шарты негізінде жұмыс жасайтындар, жалданып жұмыс жасайтындар, еңбек келісім шарты жоқ, мысалы, таңдаймыз. Табыс сомасын көрсететін болсақ, мына жерге мысалы 60.000 айлық табысы. Сақтау. Осылай жолдасыңызды белгілеп кетесіз. Ал егер балаңыздың жасы әлі 3-ке толмаған болса, үйде отырған анаға ешқандай доход көрсетудің қажеті жоқ. Егер күйеуіңіз, заңды түрде күйеуіңіз болса, оған міндетті түрде доход көрсету керек болады. Осылай семьямыздағы әр отбасын осылай тіркеп шыққаннан кейін шотты тексеруге өтіңіз дейді. Осы жерге өзіміздің қай неге түсіреміз, сол шотты жазамыз. KZ-тен басталады, мысалы
16 цифрлы кодыңызды жазып, мысалы мен келтіріп жатырмын, негізі бұл кісіге просто көрсетіп жатырмын, бұл кісіге шықпайды негізінде. Осылай мемлекеттік дербес деп мына келісім шарт деген тұр, осыған птичка қойып, одан ары қарай бұдан әрі дегенді басып, через эрс арқылы қол қойып өтінімді жібереміз. Өтінім 2 аптада 2 апталық жұмыс күні, 10 күнде, 10 жұмыс күнінде қарастырылатын болады. Сізге 14-14-тен жауабы келетін болады.